ішінде жақсы. Мынау табиғаты әсем жер. Бұл Нарынқол ауданы Қақпақ ауылдық округіне қарайтын Шарымбай сайы деп аталады. Бұл сайға қазір кейінгі кезде демалысқа келушілер көбейді. Мынау ағып жатқан үлкен Қақпақ өзені деп аталады. Бұл су өзенде жаңағы форель балығы бар. Сонымен қатар бұл жерде аң құстың, жан жануардың неше түрлері бар. Аңдардың соған демалуға мен де келген. Азын-аулақ балығымызды аулап демалып жатырмыз. Мына балықты форельді қазір осы судан ұстадым. Мына судан, мына қармағым жатқан жерде мына тастың астынан ұстадым. Мына судан. Бұлттан көп жаңбыр жауы мүмкін. Шарымбай өзені. Шарымбай өзеніндегі саңырауқұлақ. Бұндай саңырауқұлақтың түрлері бұл жерде көп. Тағы бір түрі. Мына жерде үлкен Қақпақ суы, тау суы ағып жатыр. Содан форель ұстап жүрмін. Таулы өзеннен балық аулаудың бір қиындығы міне осындай жолдармен жүруге тура келеді. Шыбырдың арасымен жүресің, осындай жолдармен жүресің. Сондай қиындықтарға тап боласың. Бірақ балық ұстау өте қызық. Мына форельді қазір тура осы жерден ұстадым міне. Мына иірімнен. Көндігі 30 сантиметрдегі де міне. Шарымбай өзенінің кешкі көрінісі сағат 5:30 болып қалды. Қазір мына өзеннен мен балық аулап жүрмін. Бүгін шілденің 18-і. Уже 5-ші күн. Форель түсіп жатыр өзеннен. Жаман емес. Демалыс жақсы өтіп жатыр. Саңырауқұлақ бердім тағы. Қармағым жатқан жерден ұстадым қазір. Tağ avladım. Burada sаңырауқұлақтар бердім. Bir paket. Bir paket bırak sаңырауқұлақ bu. Ayaklarını. Posta kaldım içine bunu. Bunun yok. Parmaklık sarıp. Bırakın.
Mına mine қазір ұстадым мына жерден парегиді. Mine sudan ұстадым mine. Шарымбай өзені. Mına иірімнен ұстадым mine. Бұл менің ұстаған бүгінгі 5-ші балығым. Мынаған зер салыңыздар. Мынаны қараңыздар. Шарымбай шатқалының міне тоғайының ішіндегі саңырауқұлақ міне. Судың жағасындағы тоғайдағы саңырауқұлақ. Мен негізі балық аулауға шыққам. Сонымен қатар міне жолдың жиегіндегі саңырауқұлақты да тере жүрейін деп қарап жүрмін. Міне осындай керемет саңырауқұлақтарға кездесіп жатырмын.